Олай болса, бүгінгі біздің жаңа сабағымыздың тақырыбын ашу мақсатында балалар, бәріміз бірге ребус шешіп алайық. Ойын қоздау әдісі. Кәнекей, ойланып, бірге шешіп көріңіздер. Мұнда суретке қарап отырсаңыздар, бірінші бал, алманың суреті, бас, тымақ, ай, балық, шалғы және қымыз бірге. Енді ойланып, әркім шешуге тырысамыз. Абуталип бар, тағы да кім? Тағы да, ал Абуталип. Бала басты байлығымыз. Жақсы, жарайсың, тамаша Абуталип. Абуталип біздің ребусымызды өте тамаша дұрыс шешті балалар. Абуталипке қошемет көрсетіп қояйық. Жарайсыңдар. Енді балалар, бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбы бала басты байлығымыз деп аталады. Бәріміз оқулығымызды ашамыз, оқулығымызда тақырыпқа назар аударамыз. Және сабағымыздың оқу мақсатына назар аударамыз. Мәтінде айтылған ойға өз көзқарасын білдіру, сыни тұрғыдан баға беріп айту. Сонымен қатар қазіргі уақытта біз қазақ тілінде балалар салалас құрамалас сөйлемнің мағыналық түрлерін өтіп жатырмыз. Осыған орай салалас құрамалас сөйлемдердің түрлерін ажырата білу бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты. Енді балалар, бала басты байлығымыз, бала құқығын қорғау туралы декларация, бала құқығын қорғау туралы конвенция, сондай-ақ біздің Қазақстанда қоғамда бала құқығын қорғау туралы заңдар шыққан болатын. Енді қазіргі қоғамда әртүрлі жағдайлар болып жатыр. Осы бала құқығы туралы заңдарды жетік білмегендіктен жаңағында келеңсіз жағдайларға тап болып жататынымыз бар екен. Енді сол заңдардың барлығын құқықтарды, жалпы бала құқығы туралы міндеттерді, соның ішінде ата-ана мен баланың арасындағы байланыстарды барлығын біз білуге тиістіміз, міндетіміз ол, білуіміз керек екен. Енді балалар, бүгінгі жаңа айттық, оқу мақсатында салалас құрмалас сөйлемдердің түрлерін ажырату. Салалас құрмалас сөйлемдердің түрлерін күнделікті сабақ барысында өтіп жатырмыз, мағыналық түрлерін. Соның ішінде біз бүгін балалар себеп салдар салалас құрмалас сөйлемін өтеміз. Яғни себеп салдар салалас құрмаластың жасалу жолы. Ондағы жаңағы себеп салдар құрмалас сөйлемдердің өзінің жаңағы жалғаулықты және жалғаулықсыз болып екі жолмен жасалады екен. Жалғаулықты түрі сондықтан, себебі, өйткені, неге десеңіз, тағы да басқа жалғаулықтар қосылады. Ол кітаптарда, оқулықтарда ережелер. Сондай-ақ тыныс белгілері, үтір және қос нүкте. Өзіміз сабақ барысында жаттығу жұмысын жасаған кезде біз себеп салдар салалас құрмалас сөйлемді осылай ажырата алады екенбіз. Балалар, бүгінгі сабағымызға орай бізде мына жерде кесте, осыған назар аударамыз. Құрамындағы жай сөйлемдердің бірі, екіншісінің себебін білдіреді. Ол енді оқулықта тұр, жаңа айтып кеттім. Жалғаулықтар, өйткені, сондықтан, сол үшін, сол себепті, себебі деп тағы да басқа жалғаулықтарды қосамыз. Сондай-ақ, мысал келтіретін болса, биыл шөп қалың шықты, өйткені жаңбыр көп жауды. Бұл жерде жалғаулық шылауы өйткені. Келесі, еңбек қылмай тапқан мал дәулет болмас. Қар суы сықылды тез суалар дейді. Жалғаулықсыз. Демек, тыныс белгісі қос нүкте. Жаңа айттық қой, қос нүкте және үтір арқылы ажыратады екенбіз. Жақсы. Енді балалар, оқулықтарыңызда бірінші тапсырма тұр. Сұрақ жауап. Оқулығымызды ашамызда бірінші тапсырмаға барлығын назар аударамыз. Және бірінші тапсырмаға назар аударамыз, сонымен қатар дескриптор да бар. Дескрипторға баса назар аударуларыңызды сұраймын. Бірінші тапсырманың шартында сұрақ жауап дейді. Сұрақ жауапқа біз жауап беруіміз керек екен. Енді бірінші сұрақ, отбасы шағын мемлекет дегенді қалай түсінесің дейді. Кәнекей, кім жауап береді? Ал Жәнеке? Отбасы шағын мемлекет дегенді қалай түсінесің? Менің ойымша, яғни шын мәнінде отбасы отаннан басталады. Және де отбасында біз өзімізге тәрбиені өзіміздің бойымызға сіңіріп,
отбасы шағын мемлекет. Жарайсың. Жәнеке, жақсы, тамаша отыра ғой. Келесі сұрақ, отбасындағы баланың міндеті мен құқығы қандай? Жылдам жауап беруге тырысайық. Ақбота? Менің ойымша, отбасыдағы әр баланың өзіндік құқығы мен өзіндік міндеті бар. Мысалға айтатын болсақ, әр баланың толыққанды отбасыда тұрып тәрбиеленуге құқығы бар. Тамаша, Ақботаның ойымен мен де келісемін. Отбасындағы бала құқығының сақталуына кімдер жауапты? Кім жауап береді? Балалар, Ернана? Отбасындағы бала құқығын сақтауда ең бірінші ата-анасы жауаптылықта бар. Жақсы, жарайсың. Бала құқығы қанша жасқа дейін сақталу керек? Аяжан? Өздеріңіз заңнамасы 18 жасқа толмаған әрбір адам бала болып табылады. Тамаша, жарайсың, Аяжан. Балалар, жақсы. Демек, осы тұрақты сұрақтар төңірегінде біз ой қозғап, өзіміздің көзқарасымызды білдірдік деп ойлаймын. Келесі тапсырмаға балалар, оқулықтағы 6-шы тапсырмаға қараңыздаршы. Барлығымыз мұқият қарайық. Шартын оқиыншы 6-шы тапсырма. Елдана оқиғы шартында не дейді? Кестедегі сөйлемдерді себеп-салдар салалар шаруалықтарын қолдана отырып толықтырып жазсын. Ендеше дәптерімізді ашамыздағы кестеде берілген сөйлемдерді толықтырып жазуымыз керек екен. Ол үшін біз бүгінгі өткен қандай жалғаулықтарды қолданамыз? Себеп, салдар, салалас, құрмаластың жалғаулықтарын қосып сөйлемді толықтыруымыз керек екен. Жақсы, тез қарап, жазып, ойымызда жүйелі тоқимыз тапсырманы. Оқулықтарыңызда тұр. Осы тапсырманы балалар, мен сіздермен серіппелі доп әдісі арқылы жасағым келіп тұр. Допты кімге лақтырамын? Сол тосып алып, сөйлемді аяқтайды. Сосын сөйлемімізді жазып аламыз. Жарай ма? Келістік па? Кеттік. Бірінші сөйлем. Кім оқиды? Ал, Жәнеке? Бала отбасында тұрып тәрбие алуы тиіс. Өйткені ата-ананың берген тәрбиесіне ішіне жетпейді және ата-ана бала тәрбиесіндегі басты тұлға. Тамаша, жарайсың. Келесі сөйлемді. Допты кімге лақтыруымызға болады екен? Ал, бағын қоса қой. Менің ойымша, бала өзге сөйлемді оқи қой. қатынас жасағаны дұрыс. Себебі бала жастайынан көпшілікке үйренеді, көпшіліктен ұялмайды. Болашақта сол балаға туған туыстар көмек беретін болады. Тамаша, жарайсың бағын. Үшінші сөйлемді кім оқиды екен? Қаны? Бала өздігінен кітап оқып ізденбеуі мүмкін. Сондықтан баланы кітап оқуға ерекше баулу қажет. Артық білім кітапта демекші, кітап оқу барысында өзімізге көптеп ақпарат жинай аламыз. Себеп салдар салаластың шылауы сондықтан. Келесі сөйлем. Аяжан допты тоса қой. Өз ойын еркін білдіруге құқылы. Сол себепті балаға тиісті деңгейде жетекшілік етуі барысында мемлекет сол баламен ойымен санасады. Жақсы. Сол себепті жалғаулық шылауын қойды. Енді келесі соңғы сөйлем. Кім оқиды балалар? Кім оқиды? Ал, Сабина тосты допты. Ендеше Сабина оқиды. Бала 10 жасқа толғанда пікірімен санасамыз. Неге десеңіз, бала өз ойын айта алады. Жақсы. Тамаша, жарайсыңдар балалар. Өте тамаша тапсырманы орындады. Өйткені өздеріне белгілі сабақ барысындағы жалғаулық шылауларды орынды қойып шықтыңыздар. Енді осы қойған жалғаулықтарды дәптерімізге жазып аламыз. Барлығын сөйлемді тұтастай. 6-шы кестедегі. Дәптерімізге жазып аламыз. Бүгінгі күн тақтада жазылып тұр. Дәптерімізді ашамыз. Дәптерімізге түгелдей осы тапсырманы жазып аламыз.